Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып жібермейсіздер ме? Комментарий жаз. Әлеуметтік желіде осы уақытқа дейін осы өзіміздің қазақтардың Шошқабаев және Шошқабаева, Есекбаева деген сұмырайлары мына Инстаграм каналының астында да, YouTube каналының астында Украина Ресейге қауіп төндіріп қойыпты. Сол Украина қауіп төндіргендіктен Ресей оның астанасына басып кіріпті дейді. Әй, Украинадан қандай қауіп төніпті? Сенің көршің боксқа жаттығып жатыр екен, боксқа жаттығып жатыр. Кәдімгі тарс-тұрс етіп, кәдімгі анау бокстың аспаптарымен жаттығып жатыр. Содан сен қауіптеніп, мынау ертең бұлшық еті күшейіп, мықты болып, спортқа шынығып кетсе, маған қауіпті болды деп үйіне басып кіріп, иттің баласы, сен неғып жаттығып жүрсің? Сен менен күшті болып кетейін деп тұрсың ба? Деп сен көршіңе барып жұдырық жұмсайсың ба? Міне осыншалық ақыл жоқ қазақтарды мен өзім аң-таң қаламын да, осыншалықты деңгейде топас болуға бола ма деп. Мен неше тәулік болды, мен ойланам, Құдай-ау, адам қаншалықты деңгейде топас болып Путиннің өсегіне сенуге болады. Қаншалықты деңгейде надан болып, мисыз, көкмей, суымей, жаңағы атала жынды болып, мына орысшыл болуға болады. Қандай қазақ орысшыл болады деп миыма сыймайды. Қазақты қынадай қырған, әкелерімізді, аталарымызды өлтірген, қазақтың жерін, тұтасымен қазақтың 80% жерін бірақ улап болған, бүкіл Семейге 564 мәрте атом жарған. Жапонияға 2-ақ мәрте атом жарды. Жапондар әлі жылайды, соны есін алып. Ал біздің Семейде 564 мәрте атом жарды. Анау Байқоңырдан құлаған ракетадан шашылған гептил біздің қазақ даласын 1000 жыл улауға жетеді. 1000 жыл улауға жетеді. Байқоңыр, айналасы, Ақтөбе, Қазалыға дейін, Қызылорда, Шымкент, мынау Жезқазған, Орталық Қазақстан, бұл жердің енді адамы да, құсы да, даласындағы аңы да уланып болды. Егер Еуропа, Американың экологтары барып тексеретін болса, осы аталған өңірлерден бір балық жеме, бір малдың етін жеме, бұл жердің суын ішпе, бұл жерден көшіп кет деп айтар еді. Баяғыда Жапонның ғалымдары Семейге барып атом радиациясын тексереміз деп ұшақпен ұшып барыпты дейді арнайы. Сонда ана ұшағында қолдарын ұстап алған кішкентай жай мынандай құрттай ғана аспап екен дейді, мынандай ана радиацияның көрсеткішін бүйтіп ана компастың тілі құсап бүйтіп көрсететін. Сонда ана Семей қайда? Семейден далада анау жердің биіктігінен 7000 метр, 10.000 метр биіктікте ұшақ ұшады ғой. 7000 метр не 10.000 метр, не 7 километр, 10 километр. Сол айдала Семейге жолаған жоқ, Семей дөйдалады. Сол Семейге бірдеме 100 километр жақындағанда, ана 10 километр әуеден ана аспаптар шиқылдап, зарлап, шуылдап кеткен ғой жапондардың. Содан Жапоны Семейі құрсын, зерттеу құрсын, Құдай сақтасын. Мынандай шкала көрсеткен, мына 10 километр аспанда мынандай радиациялық шкала көрсетсе, мына Семейде қалай халық жасап жатыр деп, ұшақтарын ой балам салып, бай балам салып, ой өлеміз біз, өлеміз. Оданша осы ұшақтан қазір-ақ секіріп өле қалайық деп, ой бұл рейсті өзгертуге болмайды десе, жоқ болмайды деп Семейден қашып кеткен екен. Міне біз сондай жерде Семейде жасап жатыр қазақтар. Малын өсіріп, Семейден соғым алдырып, Алматыда менің талай туысым жаңа Семейде құдалар жіберіпті, мына қазы қартаны деп Семейдің еді. Олар деген Құдай бірақ кетіп қалған жаңа. Баяғыда Семейден бір пробирка лабораториялық суды алып, радиациялық улану. Сон Жапонияға жаңа жіберген ғой мынаны тексеріңдер. Сөйтсе жапондар оны қайтадан ұшақпен әкеп, жаңа Қазақстанға өздерің қайта төксеңдер. Мына суды да бір пробиркадағы суды, кішкентай ыдыстағы суды Жапонға төгуге болмайды депті. Міне, ана радиациясынан шошығаны соншалық. 2-ақ мәрте атом жарылған. Хиросима мен Нагасакиде 2-ақ мәрте атом жарылған. Жапон сөйтіп шошып отыр. Жапон. Ал біз жүрміз Семейге барып, жаңағы мен де бардым. Осы сөзді айтып отырған мен де бардым.
Ана Қытайда туыстар қамалған қазақтардың арызын жинағанда Семейге барып, кәдімгі сол атом радиациясы шылқып тұрған Семейде сон жүрді. Мен де бардым. Осы керемет ақылды болып сіздерге сол айтып отырған осы мен де бардым. Іштен кетпейді. Бардым міне. Сол жапондар семейіңді көрмейін деп қашып кеткен сол жерге бардым мысалы. Ал не дейсің? Міне сол орыс, міне Байқоңырымыз, оның айналасын бүкіл жарты Қазақстанды улап тұр кептелмен. Киігіңе дейін қырылып, еркегің белсіз, әйелің бедеу болып, ана құстың жұмыртқасына дейін іріп кетіп, жаңағы түйе төліп тастайтын, малға дейін іш тастайтын жаңағы. Айғырлар, биелер көкпелеп жүр, сенен ба, менен неғып тумай кеттің деп міне. Міне, бұқалар, сиырлар көкпелеп жүр, не болды, сенен ба, менен ба деп. Міне, осындай бұл бүкіл қазақты құртқан, міне, осыншылық деңгейде біздің халқымызға осыншама апаттарды алып келген орысты қалай жақсы көруге болады? Қалай жақсы көруге болады? Мен түсінбеймін. Сол орыс десе елжіреп тура осы. Ұлы орыс халқы деп, орыстың барлығын ұлы деп, орыстың алқашында қазақтың академигінен артық көріп, сөйтіп елжірейтін қазақтарды бар ғой, мен көрген кезде шыдамай кетем тура, шыдамай тура бар ғой. Құдай сақтасын, террорист болып кете жаздаймын. Мына кейде мына Қазақстанның өкіметі мені 7 жылға соттап, архивімде әділет министрлігі террорист деп қойды. Олар да әулие бар ғой. Осы мен енді со террорист болып кетем ба деп талай қазақты осы ойымда анау орыс жақсы, орыс бізді адам қылды ғой, орыстың арқасында ел болдық дейтін қазақтарды көргенде миымда дегенің тура ана кеңірдегін қысып тура ананың басын шағып, қолымды тығып ананың басының ішіне ана миын алып тура, миы қандай екен көріп, бүктеп қайтадан басының ішіне тығып, басын бүйтіп скотчпен айналдырып тастағым кеп кетеді ғой. Мен сондай қазақтарды көргенде тура өзім емес, өткен жоқпын. Әлі бір қазақтың бүйтіп миын алып, қолыммен бүйтіп тексеріп көріп, бүйтіп деп басына қайта тығып өткен жоқпын. Бірақ ана ойымда тұр, деп тұра зығырданым қайнап, ашуым келіп, осындай қазақ бар екен ғой, атаңа нәлет. Ай, қандай қазақсың деп тура жыным келіп кетеді енді. Бірақ енді сол менің сөйтіп ойлайтынымды ана Қазақстанның кемшіліктері біліп мені террорист қылды ғой. Сол біліп мені террорист деп жазып қойғаны атаған нәлеттердің ана шайтандары, жүректеріндегі шайтандары. Анау Лениннің аруағы ма, Сталиннің аруағы ма, Маркстің ба, Энгельстің аруағы аналыға сыбырлап тұр ғой, жым болып ана құлағына. Ай, мына қазақ, мынау шатақ, мынау террорист, мынаның бүкіл миында тура, бүкіл миында мына қазақты азат қыламын, қазақты орысқа да тәуелді болмайтын, Қытайға да тәуелді болмайтын, мынау Иранның шатпағына да тәуелді болмайтын, радикализм, фундаментализмнен, орыс шовинизмнен, Қытай экспансиясынан құтқарам деп тұр. Мынау шатақ деп, сол Сталиннің ба, Лениннің ба, Маркс Энгельстің ба аруақтар аналарға сыбырлаймын екен деймін де, болмаса ол атаңа нәлеттер менің террорист деп неге жазады болмаса мына КМБ КГБшник. Мен әділет министрлігінде менің базада бүкіл нотариуске барып атымды жазыңдаршы, бүкіл нотариусте мен террорист деп жазып қойған міне. Міне сол орыстардың жаңағы, мен білмеймін, осы орыс десе елжіреп тұратын қазақтарды бар ғой. Мен сөздің шыны, мен Құдай 10 мың жыл өмір берсе де түсінбейтін шығармын. Құдай маған 10 мың жыл өмір берсе де, ай сол қазақтарды түсініп деп айтпайтынша. Бұл жерде мен сөздің шыны тағы бірдеңе айтайыншы, атаңа нәлеттер, тыңдап алыңдаршы құлақтарыңмен. Жаңа халықты айтпаймын, жаңа орысшылдарға айтамын. Мен бүкіл орыс халқына жаман емеспін. Мың рет қайталаймын, мен бүкіл орыс халқын жек көрмеймін. Бүкіл орыс халқы емес. Орыс шовинистерін жек көремін, орыс империалистерін жек көремін. Орыстың жаңағы экспансиясына жаңағы әбден уланған қазақты жек көремін. Халықта кінә жоқ, жаман адам жоқ, жаман халық жоқ. Бұл жерде жаман сондай сұмырай жаңағы жеке тұлғалар бар. Бірақ сол орыс шовинистерінің, орыс басқыншыларының, орыс отаршылдарының үгітшісі, насихатшысы болған қазақтарды түсінбеймін. Өзі қазақ болып, беті сығыр жалпиып тұрып, көзі сығырайып тұрып, орыс сияқты көзі шегірейсе бір сәрі, орыс құсап бүйтіп қушиып тұрса бір сәрі, кәдімгі қазақ қара орыс болып сөйтіп соған елжіреуге бола ма екен деймін. Түсінбеймін мен сөйтіп. Мынау өзбектер дұрыс айтады жаңағы.
Орыс болуш үшін бірінші қазақ болу керек деп өзбектер айтады дейді. Орыс болу үшін алдымен қазақ болу керек деп. Рас айтады. Біздің қазақтың енді орысқа деген махаббаты, Құдай сақтасын. Орыстың өзі орысты өйтіп жақсы көрмейді ау. Біздің қазақ орысты көргенде сүйек деген кетеді босап. Мынау Наурызда Самарқанның көк тасы жібіген деп қазақ айтады. О, баяғыдан ең шығыста жүргенде Самарқанның қайда екенін білмейтін қазақ, мына көктем келіп Наурыз келгенде Самарқанның көк тасы жібіпті деп қояды. Бұл Самарқан деген бір бай қазақ па, көрші ауылдағы бір шал мекен көк тасы бар десек, ол ана Самарқанд шаһар екен ғой. Ол Самарқанд анау. Мына Алматыдан 5000 километр алыстағы Қытайдың қазағы қайдағы Самарқанды айтады, түсінбеймін сонда. Сөйсем сол Самарқан екен ғой. Сол мына қазақ орысты көргенде мына Самарқанның көк тасы Наурызда жібіген сияқты қазақтың сүйегі жібейді ғой. Буыны жібіп, жан қалмай, ел жүреп енді. Құдай сілекей ағып, көзінен жас ағып, мұрнынан маңқасы ағып, осы жүрегі лүпілдеп, бүйрегі бүлкілдеп, орыс дәсе бейтіп кетеді ғой. Енді орыстар бар ғой, бақытты халық енді. Екінші бір жеке тұлған емес, тұтас бір халықты өзіне өстіп, табындырып тура. Солай жақсы көрсетіп кеткен орыстар енді бақытты. Мен көргем жоқ, мысалы, қаралар Американың ақтарын көргенде осы балқығанды көргем жоқ. Немесе абөрүйген индияндар, баяғыдағы маялар, әстектер, осы өзін жаулап алған, қынадай қырған ақтарды, еуропалықтарды көргенде балқығанын көрген жоқпын. Немесе арабтарды қынадай қырып кезінде жаңағы жерінен қуып соғыс болған мына Палестинадағы еврейлер арабты көрсе сөйтіп балқығанын көрген жоқпын мен мысалы. Орысты көрсе елжіреген қырғызды көрген жоқпын, орысты көрсе елжіреген өзбекті көрген жоқпын. Немесе Қытайды көрсе елжіреген ұйғырды көрген жоқпын. Немесе Қытай десе елжіреген Қытайдың қазағын көрген жоқпын. Бірақ орыс десе біздің қазақ енді балқиды ғой. Құдай балқиды енді, балқиды. Менің бір жеңгелерім болушы еді, ет тасқанда балқытып ана. Етті шайнамайсың бе, жұта салсаң болды бүйтіп, жұта саласың тура осы. Ана үлкен кісілерге арна басады де, ана ағаш отпенен, білмеймін, түннің жарымында асып, ертесі түннің жарымында береді о жеңгелерім. Сонда ана еттерін ауызға саласам, жұта береді, шайнамайсың бе, тістің керегі жоқ. Соғысап қазақ тура сол менің жеңгелерім асқан ет сияқты жаңағы. Бір тәулік асады ғой енді. Бір тәулікте ет не қалады енді? Қақпыш қара сиырдың еті болса да балқып кетеді ғой. Сөйтіп жаңағы қазақ сөйтіп балқиды ғой, балқып тура орысты көргенде. Міне сол орыстарды енді мен түсінбеймін бұл жерде. Тағы атаңа нәлет аналар мені тағы да террористсің сен, әсіре радикал ұлтшылсың демесін деп тағы айтайыншы атаңа нәлеттер. Бүкіл орыс халқына айтқам жоқ атаңа нәлеттер. Құлақтарыңды ашып тұрып тыңдаңдаршы, құлақтарың бір жер басқа жерлеріңе бітсе де. Бүкіл орыс халқын айтпаймын, орыс империалистерін айтам, орыс шовинистерін айтам, және соған балқыған миллиондап соның артына ерушілерді айтам. Маған десе ол миллион болсын, маған десе 100 миллион болсын. Шовинист па, қазақтың жерін жаулады ма, қазақты қынадай қырды ма, және Қазақстан наш деп ауырды ма, атаңа нелет, бәрі жау бізге. Сосын мына орыс бізге өнер үйретті, орыс бізге қала салды, орыс малдың көтінде жүрген бізді адам қылды деген қазақты бар ғой. Әзір оттап тұр. Бәрінді атаңа нелет, бәрін жазып сызып отырмын. Сен орысшылсың ғой, ертең атаңа нелет, алдыңа барып соны алған кезде, осыған жауапты алған кезде, содан кейін сені сонда көреміз. Осы бір ауыз сөзің үшін орыс қазақты адам қылды, орыс мал көтінде жүрген қазаққа қала салды, завод салды, орыстың арқасында адам болдық. Русский, великая русский литература, великая русский народ деген атаңа нәлет. Осы сөздеріңе жауап бересіңдер, мен сендерге айтайын. Мен жауап алам. 20 миллион қазақтан 20 қазақ қалмай ұмытып қап сендерді, ұмытып қап кешірейік болды десе де, мен аман болсам, мен 90-ның 9-ына келіп, тоңқылдап 80-ның 8-нен асып, селкілдеп қасамда бар ғой. Ей бәләдер деп айтам. Мен бар ғой. Мен сол кезде сол жаңағы орысқа өлермен болып табынған, Қытайға өлермен болып табынған қазақты сол мәлкілдеп, селкілдеп қалсам да бар ғой. Екі қолым жағаларыңда кеткен, екі қолым жағаларыңда кетеді. Ал қолымда мүмкіндік болатын болса аямаймын. Қолымда мүмкіндік Құдай беріп қалатын болса аямаймын. Қолыма Құдай бір мүмкіндік беретін болса, бүкіл осы қазақтың жауларына табынған
Атажау орысқа табынған, атажау Қытайға табынған, атажау орысқа еңбек еткен, атажау Қытайға еңбек еткен, атажау орысты дәріптеген, атажау Қытайды дәріптегендердің бір қазақты қоймаймын. Егер Құдай маған мүмкіндік беретін болса, мен ондай ұлттың сатқындарын, шүрек жұмыртқаларды, іштен шыққан ондай шұбар жыланын болмақ тұрмақ, онан зорғысы болсын, іштен шықпақ тұрмақ, қайдан шықса да, мен оларды етін жеп, сүйегін бүркіп, тасталқанын шығарам. Мен уәде қылам, және күні түні сұраймын, сондай бір мүмкіндікті бер маған. Мына қазақ халқын бір шынай тәуелсіз, рухы тәуелсіз, идеясы тәуелсіз. Мен қазақпын, мен кешегі көк түріктердің тұқымымын, мен Еуропа мен Азияда өркениетті жаратқан және таратқан империяларды құрған. Мен ең ежелгі адамзаттың ең ескі мәдениетінің бүгінгі мұрагерімін деп сөйтіп тұратын қазақтарды мен жақсы көрем. Және біздің бүкіл ұрпағымыз осындай бүкіл Еуропаға да, Америкаға да қасқайып тұрып, мен бүкіл Еуразияның жаңағы билеушісі болған елдің бүгінгі мұрагерімін. Менің халқым аз 20 миллионға жетер жетпеспін, бірақ мен бүкіл Еуропа, Азияда тамыры ең терең жатқан халықпын. Менмін деп кеудесін керетін, сол осындай ұстаныммен өмір сүретін, демократиялы ел құратын, парламенттік республика құратын, әділ сайлау өткізетін, шынайы, шын мәніндегі нағыз ұлт үшін, қазақ үшін жақсы өмір сүретін және бүкіл халыққа өзінің барын арнайтын сондай жақсы қазақтарды тәрбиелесем, жетілдірсем деймін.